Сәлем біздің сүйікті арнамыздың сүйікті көрермендері. Бұл әдеттегідей хихикая жобасы. Бүгін бізде қонақта Азартник веб-сериалының сценаристі, продюсері, режиссері Ақан Саттаева. бір жақсы жері жердегі адам. Ғаниді танымал еткен Төле Би командасының, Жайдарман тобының капитаны. Жоқ, ойыншысы. Ойыншысы. Бұғай ренжіп қалады. Бұға деп шайды. Нұрсұлтан, қошеметтер. Нұри, қош келдің. Қош көрдік. Жобаға сәттілік, Құдай қаласа миллион просмотрлар болсын. Күміс кнопка, алтын кнопка болсын, Құдай қаласа. Енді былайша айтқанда Алматыдағы ең күлкілі жобалардың бірі болсын. Ой, рахмет. Сіздердің енді фильмдерін шығайын деп жатыр, Құдай қаласа. Құдай қаласа. Иә, ол фильмден енді халық не күтеді, не алады, бір кішкене айтып жіберсеңіз осы жөнінде. кинода қандай темекі шегесіз? Серьезно айта берейін ба оны? Иә. Құдай қаласа енді 3 сәуірде біздің Азартник енді осыдан 3 жыл бұрын бастаған кішігірім веб-сериал қылып ниеттеніп бастаған кішігірім жобамыздың үлкен тұсауы кесіледі. Иншалла енді Құдай қаласа съемкамыз басталады. Енді бұл шыққанша Құдай қаласа съемкамыз да басталып қалуы мүмкін. Енді 7 февральге жоспарланып тұр. Құдай қаласа енді білмеймін ше, қазір енді толқу болып жатыр. Алматыдамыз, Ғани досым екеуміз біраздан бері. Енді не болса да әйтеуір жақсы бір жоба шығарамыз, ұялмайтындай, әйтеуір кинотеатрға келгенде бір ұялмайтындай, бір күліп, көріп, түйіп қайтатындай бір дүние түсіреміз деп отырмын. Миллиардтаған касса жинасын бұйырса, ең бастысы сол бір халыққа берер мол. Көп жылдардан кейін де ұялмай қарай беретіндей кино болса. Айтпақшы, екі елде түсіріледі екен, ұзын құлақтардан естіп жатырмыз. Қай елдерде түсірілейін деп жатыр? Сіз сценарийді білетін сияқтысыз. Қай елдерде? Құдай қаласа негізі Шымкент пен Стамбулда деген, Қазақстан мен Стамбул қаласында, енді Стамбул нақты шегеленді, Стамбулда түсірілетін болды. Бірақ Алматыда әлі Шымкентте екені белгісіз болып тұр. Түркия тез көніп тұр ма? Түркия тез көніп тұр. Ол үшін болды ғой Түркияша. Енді екіншісі сол Алматы әлі Шымкент болып тұр. Нақты шешілмеді. Одан кейін тағы да... Екеуің ортасы қордайшы. Тағы бір ұзын құлақтар айтады, о жақта кәдімгі біздің енді бала кездегі ностальгия болған бір-екі актерларды көріп қалуымыз мүмкін дейді. Келіссіздер жүргізіліп жатыр. Бала кездегі дейді, кім болу? Бірінші құшшы, бәріміз білеміз, Иисус жолында құшшы бар ғой. Сол кісіге шықтық, енді ол кісі қазір творчествоға берілген адам екен, үлкен кісі ғой. Алты жоқ. Шымкенттен бастасаңдар түсем деп. Өнерді қатты жақсы көретін кісі екен де, ол 6 күн театрда, воскресенье күні обед кешін бос екен. Воскресенье обедтен кейін сабағы бар екен, ешші. Енді көреміз, воскресенье обед кешін үлгерсек, ол кісіні түсіреміз. Сүйрете ма? Сүйрете, енді біраз ақылдарын айтады енді бар. Жоқ, тағы бір актер бар деп естік, иә. Ол енді ол кісі білмеймше нақты, бірақ келісімін беріп тұр, енді гонорарын келіссек болды. Торғай Атажан. Ғани ма? Торғай Атажан. Торғай Атажан. Сөт деп отыр. Атажан Өзіміз шок болып жатыр әлі ше. Шалдырып қалған шығар қазір. Бабында дәл қазір ол. Ол кісі кәдімгіше былайша айтқанда өмірдегі нелер ұқсайды екен ше. Актерлардың өмірдегі образдары ұқсайды. Торғайға ұқсайды, еще ана кісі капризный екен ше. Ғани сияқты ғой да. Шыққан кезде Қалға шықса, Ғаниға жарасады бірақ. жарасады деп ойлағам осы бүгін. Жарасады. Вообще жараспайды. Армына қойлар, мен сендер жаққа өтпеймін. Мойындаймын мен, ол Ғани туматалады, не істесе де жарасады. Енді ше Ғани мен айтайын сендерге ше, Енді ол өзі көріп отқан шығар. экранның ар жағынан. Мен ол былайша айтқанда енді Күтпедің ба ондай? досым, жақын досым. Бетіне айтамаймын деп тұр. Айтамыз ғой, боқтап та аламыз, төбелесіп та аламыз, ұрысып та аламыз, бірақ 2 минуттан кейін қайттан бұрынғыдай сөйлесіп кете береміз. Содан кейін жақын досым болғаннан кейін ол туралы жаман ой ешқашан біреуге бүйтіп добивать етіп жатса да оны ешқашан бүйтіп ести алмаймын, қабылдай алмаймын. Мына кезде андай фотосы шығады, сол фотосы шықпай өз шығасың. Ғани интриганы бүтсін шығардым ғой. Ғани досым көріп отырсаң, саған жалынды сәлем. Сені жақсы көремін. Рахмет. Енді бізде жобада
қызықты оқиғаларын айтады, Оқиға резиденттер айтсақ келген қызық қонақтар. емес деп қаласаң әңгіме Осы жер әдем болып отыр ма? біз енді Шымкенттің балдары демей ақ қояйын, енді бізде көбісі әңгімеге жақын ғой, Иә. әңгімені күшті майдалап сөйлейді ғой. біреудің айтып берген әңгімесін сөйтіп жеткізіп беру Өзі кайф болған қой, короче. Сөйтіп жеткізіп бере алсаң, ананы күлдіре алсаң, сол кайф. Мен братша өзімнің әңгімем деп айта алмай қаламын. Сондай болады енді. Қосасың ғой, приправалары болады өз бір жеріне. Мынаған қарады, темекі ұштап қоясың арасында. Сондай. Кеттік онда, бастайық. Иә, алғашқы оқиға, Елдің сұрсаңшы. Ернар, алғашқы оқиға бізде өзім қорқатын баламен төбелесейін деп қалған ғой, өзі қорқатын жігітпен. Соны тіл байлығының арқасында шешіп кеткен екен бұл жігіт. Яғни тіл байлығымен ананы Әшейін байлық қой менікі, тіл байлығы. Молодец. Молодец, иә. Ернар болуы мүмкін деп отырмын өзім. Тіл байлық. Манас сияқты. Ол да мүмкін, иә. Енді сондай оқиғалар болды ма? Бұл көп болған шығар жігіттердің арасында төбелеске барып тұрып енді. Мен до конца төбелескем өзім. Ағай болсын. Сондай болмады ма не? Андай бір баладан қорқып тұрасың. Сөзбен шешесің да анау Алдыңғы бір шығарымда Негізі ше, негізі білмеймін ше, анау өтірік ше, мен раз шығып, алып тастайын дейтін нәрсе ше. Кей кезде тіл байлықта керек қой, назат беретін кезде болады өзі ше. Мен өз басымнан өткен екен айтып отырмын да бұл нәрсені. Енді мынау мен историям емес. Мен историяммен ұқсас, енді мен осы до этого КВН-ге дейін біз енді мен жеңілген баламын жоқ, десе. мен общагада өскем ше, андай мейірман көзбен қарамай-ақ қойыңдар, андай общага, дарынның общагасында өскенбіз. Ол жерде система жүйе бар ол жақта. 8-ші класстан бері біз система көріп келе жатырық андай. Братандардың таяқ жеу, ақша қою, жұмсалып түнгі 3-те насыбайға жұмсала саласың, терезеден түсіп ше. 8-ші класстан бері былайша айтсаң, мамасының қасында жатады ғой көбісі әлі. Сондай уақытта жатпайды ол кезде. Сондай уақытта кете береді екенсің. Ол басқа нәрсе дұрыс. общагада сөйтіп сондай Мамиктің жүргеннен кейін қасында менің өмірімде осы именно осы төбелес жағы, сондай тема жағы көп болды. Қазірде өтірік емес, түрмеге көп видео жолдаймын мен ше. Азартник сериалынан кейін, иә? Иә, Соны түрмедегілер көп көреді екен айтпақшы. көреді, өте көп. Қайдан Жиза деп. Мен де осылай бастағанмын. Кинотеатрға енді олар да телеграмнан көретін шығар енді ол жақта. Білмейміз ғой енді. Бірақ өзім Астанада жүрген кезде біз Артемда реклама жасаймыз ғой. Білесіздер ғой, Артемда. Сол реклама жасап жүрген кезде Семейден бір папамнан деген бір кісі келді. Түрі кетіп қалған енді ана кісінің. Кеп, Нурик, родной қалайсың дейді ғой. Көке, балам деп айтсаңызшы. Сен роднойсың дейді, короче. Бақа саған айтып жатырмын. Сөйтіп әңгімесін айтып беріп жатыр, жаңағы жақында шыққан екен. Атын сұрастырсам, мықты жүрген кісі екен, короче. Сөйтіп зонада оқыған кезде біздің Азартниктің 2-ші сезоны соңғы сериясын көрген да. Бәрі бүйтіп неде хатада көреді ғой енді. Сөйтіп көріп отырсам, мөлтік біреулер жылап жатыр дейді да. Артымда дейді, адам өлтіргендер бар дейді. Қылмыскерлік ғой енді олар дейді. Солар жылап отыр дейді. Мен сені сол көзден бастап оқып жетем. Мына Семейден келіп, қолыңды алып кетуге келдім дейді. Короче, ана братан ше. Әкімгідей бүйтіп қаласың ба ше? Живой көрейікші деме демедім, а? Мысалы жаңа сіз айтып жатсыз ғой, түрмедегілерге сәлем жолдаймын деп ше. Біз мына сыныптас түсіреміз ғой. Мен де сәлем жолдаймын, бірақ детский колонияға. Әркімде әртүрлі ауыр тағдыр бар. Түрмедегілерге сәлем деп қойсаңыз. Жоқ, мен оны бөлмеймін ше. Өткенде де осы Алматыда жүрген кезде де бір кісі келді. Ол Тараздың кісісі екен, жақында шыққан жәлегіде. Көреміз дейді сол жақта отырып ше. Ол жақта мен мен өзім түрмеде телефон дейтіндер болмайды деп ойлайтын едім. Бала болдан тыңдайтын. Бола ма? Мен түрмеде алаяқтарға алданғанмын ғой. Түрмедегі алаяқтарға ма? Ақтауда квартира алатын кезде, короче, звондаймын нөмірге. Осында Грин парктен квартира шығып тұр. Болды, барам. 5000 теңге аударып жіберіңіз дейді, короче. Предоплата. Предоплата. Ойда ешнәрсе жоқ, суретін жіберіп тұр, 5000 теңге аударам. Барам. Не барасам түрмеге ұқсайды. Звондаймын, ана жерге. Жоқ, кәдімгі Грин парктегі. Офис ашып алған ба түрмеде? Ақылықтар бар Грин ғой. парктегі. Грин паркте мощный жер бар, район бар, короче, мықты район. Сол жерден болды, нормально, бағасы арзан болып тұр да енді. Қалайша деген ой келді басында. Сөйтіп салып жіберемін 5000 теңге, ойда жоқ. Сөйтіп барсам, звондаймын, ағам айтты, короче, отключен. Сөйтем де екінші нөмірмен звондаймын, короче. Сөйтем де үркітіп алмайын деймін де, бір жақсылап бұқтап алу керек болып тұр анашы. Сөйтем де сөйтіп бастап жазам жайлы квартира керек еді, анда мынау 5000 теңге аударып жіберіңіз дейді, короче. Пошел деп жерге сөйтсем, іште отырып алдайды екен.
мақұл ғой ол 5000 теңге алды, оны қайда жұмсайды ол түрмеде? Түрмеде ақша керек. Журнал сатып аласың, сөйтеді жоқ. Үй ақша құйып жатқан шығар ертең шыққан кезде. тариф салады ғой азарттық көру үшін. естимін да енді көп кісілер үлкен кісілермен сөйлесем Ана жақта сынап отыр, оны серьезно әңгіме айтайын, үлкен кісілермен сөйлесем де сондай бандит енді жүрген шыққан Ой, иә, ол жақта да өмір бар жігіттер. Күшті. келесі история. Біз айтатын нәрсе емес ол ше. Абайлап сөйлемесін де айырып қиын негізі. Енді мына историяға көшсек. Осы оқиғаны айтып берсін енді, бұл Манастың Бұл оқиғасы менің бізде. историям. Ол енді 4-ші сынып кезім, бала кезім ғой. Не история еді? Тіл байлықпен Тіл байлықпен шешіп кеткен ғой. 4-ші сынып кезім, футбол ойнап жүрміз ғой. Менің класстасым бар. Сын қарсылас командада менің класстасымның туған інісі бар. Яғни балдар болатын еді ғой мектепте ше. Беленгендер ма? Мектепте андай балдар болушы еді ғой. 3-ші класс, бірақ анау 5-ші, 6-ші класстардан да ірі ше. 11-ші класста әрең жетесің. Сөйтіп анау менің класстасым да ірі, оның туған інісі де менен бір 2 келеді ғой. Сөйтіп футбол ойнап жүріп анаумен тіресіп қаламын. Үлкенімен ба? кішкентай інісімен. Інісімен тіресіп қаламын да. Сосын қайтадан ойнап отқан кезде анау класстасым тұрады да, Манас бай менің інім сен көтіңді айырады ғой дейді. Короче. Жаман ауыр сезім ғой. Өте ана өзіңнен кіші сынып еще ше, өзіңмен құрдас болса да шыдамайсың ғой негізі. Сөйтіп намыстанамын да, жоқ айыра алмайды деймін ғой. Паразам жүр демеймін да. Жоқ айыра алмайды деймін ғой. Айғалап. Сосын Інісі не айтады екен деп тұрсың ба? інісіне айтады, паразам шығасың ба Манаспен дейді. Ол, иә шығамын дейді, короче. Оппо. Сен ше дейді. Иә Айыра шығамын. алмайды деді. Давай кеттік онда екеуің төбелесіп. Сенде тіл бар. Менде тіл бар. Сөйтіп анау інісінің, короче, мынау көз жағында бұрын бірдеңе болған ба, короче, жарасы бар. Андай ше, кішкене бүйтіп жарасы кәдімгідей көрініп тұрады. Андай қақ. Жазылмаған ба әлі? А? Жазылмаған жара. Жазылмаған жара, иә. Жарасы бар. И кәм стойкада тұрмыз ғой, төбелесейін деп ше. Жарам бетін тырнадың ба? Бет тұрамын да, ана айтамын ғой, сыбырлап ше. Қазір көзіңнен бір ұрам деймін ғой. Анау бит маған қарап тұр ғой. Ағасына қарайды да. Ана айтшы көзден ұруға, болмайды деп айтшы. Сосын маған айтады, Манас көзден ұру жоқ, давай төбелесіңдер. Қалай төбелесеміз? Көзден ұрам мен. Көзіңнен бір ұрам деймін. Шейіп атсың жа. Осал үшін тауып алды. Осал үшін тауып алдым мен. Жаңа бір емес, бір орам болған. Бір ұрам деймін ғой көзіңнен ше. Анау тұрады да, шықпаймын дейді ғой, короче ше. Анау інісін ұрады ғой, төбелесесің. Төбелесесің, қалай сен, қарасай сен, денеңді аранаң, денесін қар. Анау көзімнен ұрады ғой. Давай кесін да деймін ғой мен ше. Давай шығайықта кесейік деймін. Шай көзімнен ұрайын да. Сол күйі ана бала менімен шықпайтын болып, ана жерде мен жеңіп Көз кеттім ғой. жазылмады ма оның? Ағасы екеуін ұр жүрмедің ба? Енді сұрақ ше бұл. Інісінен қорықпаса ағасынан явно қорқады ғой. Тіл байлық қайда бұл? Арамдықпен жеңіп кеткен ба? Арамдық дегенге де келеді. Енді мен ана жерде айтпасам, мен ана енді көзінен ұрғанның өзінде ана жерде ол қатты білінбейді ғой негізі ше. Мен алып қояды негізі ана бала ше. Ана тұрғанда. Бірақ енді сол сөз шешіп кетті енді көзіңнен бір Жанды жерінен ұстадыңыз, иә? Осал тұсын таптыңыз. Жақсы, күшті. Күшті. Иә. өзіне жапалақсы ғой. Келесі оқиға, білмеймін бұл қаншалықты қызық екенін, уже осындай оқиғалар кетіп жатыр бізде. Аяғым шығарып алдым. Аяғымды шығарып алды. Жаңа саншайнан деген сияқты ғой, Мынау денсаулыққа байланысты диастика. Бізде ауылда футбол ойнайтын кезде ше, аяғым шығып кетті, қазір сабалайшы дейтін балдар. Сабалады, ол жерде сабалады да, ісіп қалады, байлайды да ойнап кете береді футболды. Бұл менікі болса ше, өтірік болсын мен история қосатын едім мынаған ше артынан. Оқиға қылмай өтіп кете салайық келесі. Бәрімізде шыққан ше. Менде мектеп кезінде қолым шыққан. Былай болды, короче. Бұл баған ғой. Төбелесіп қалдық та. Сен кәл басылмаған сияқты шыққан Құлап, мен қолым шығып кетті. Сол күні түсте, мектепте бәрі білет, мен бір қызбен жүрем, короче. Сонымен ұрысып қалғанымызды біреулер естіп қалады, короче. Мектепте енді тыныш жерде ұрысып жатырық, адамдар естіген.
сөйтіп кетіп қалғаннан кейін кітапханадан ана әңгіме тарағанда ертесіне қолым шығып келіп тұр, Бақытжанның қызы қолын шығарып тастаған дейтін әңгіме кетеді. Сондай нәзік болғансың да. Ұятай болды бірақ. Аяқтайды жау, көрейік. Қол болса қызық емес та ол. Аяқта қызық. Менің аяғым болса сәл қызықтау болады. Айтпақшы бізде Ернардың Айта салайық та оны бәрі білсін де енді. Критика қылып тұрып жатсың В ғой. общем, мектеп кезінде 6 класс оқимыз. Балалармен доп ойнап жүрдік. Жа, бізбен ойнап Еще жүрсің ғой, допта. Балалармен доп ойнап жүрдік. И мына жақта мен бір ұнататын бір қыздар жүрген болатын мына жақта. Сөйтіп қыздар қарап тұрса, қатты ойнайсың ғой енді. Кунг-фу болып ойнайсың ғой ана жақта. Ешкімге пас бермейше. Өліп ойнап жатыр. Екі класс бір-біріміз. Қыздар кәдімгідей андай. Вау, Нұржан күшті ойнап жатыр деп жатыр ма ана жерде? Олар қарап та тұрған Черлидер жоқ қой. солар сияқты ма? Қарап та тұрған жоқ қой. Бірақ барымды салып ойнап жүрмін. Аналардың көзінше күшті ойнап қалсам екен, мақтаса екен деген ниет қой. Ойнап жатыр. Ойнап жатыр бір кезде. Ұтып жатсыңдар ма? Счет білмеймін енді. Онда біліп атқан Счет 45-те 45. Хотя бы доп сен демеді, қатты ойнап жатқан кезде. Негізі мен жақсы ойнайтын ол кезде мектепте. қазір ойнай алмайтын. Иә. Сөйтіп бір кезде доппен келе жатыр едім, класстасым келіп аяғымның үстіне келіп отырады ғой, ұшып келіп ше. Екеуміз допты бірдей басамыз да, тура келіп үстіме отырады аяғымның. Сөйтеді да аяғым шығып кетеді сол жерде. Тобықтан ба? Тобықтан. Қиын болады Мен екен ғой. жыладым ана жақта енді. Деп. Қызды Ана болды. қыз сол кезде ғана қарады ғой. Оған дейін қарамаған сияқты. Жылап жатырмын, аяғыма. Мен қатты дуылдап ауырып жатыр. Жылап жатырмын. Қарасам ана қыздар бәрі қарап тұр. Бәрі жаныма келіп алған. Не болды? Аяғым. Мен барып, аяғым-ай. Сөйтіп дыша ағай бар. Класстастарым Жасақ айтайын ба? Жаңағы Еңбек ағайы бар. менің аяғымды шығарған класстасым бар. Сол бәрі бүйтіп мені көтеріп апарды ғой бүйтіп ше. Медпунктқа дейін. Мен жылап бара жатырмын. Аяғым не болды деп. Ана бала жанында кешірім сұрап келе жатыр ғой, ана жаңағы шығарып алғанша үстіме түсіп. Кешіре алмай келатсың ба? Кешір деп. Мен оған кешіруге Апайға айтып қоймашы деп тұр. Иә, сөйтіп келе жатыр ғой. Жылап келе жатырмын. Анау менен кешірім сұрап келе жатыр. Сөйттім да медпунктқа апарды. Алып бүйтіп ұстап көрді. Мынау шыққан ғой деп. Ағай тұрды да, мынаны ұзын ағашқа апару керек. Неге деді. Аяқ шығаратын. Ойбай, аяқ шығаратын. Аяқ шығаратын заводқа. Новый саламыз. Аяғын ауыстыру керек. Болмайды ма аяқ? Болмайды. Бір шыққан ағаш шыға керек та. Больницаға апару керек деді. Деп. Сәл көңіл күйім түсіп отыр ғой, сол кезде тып-тыныш болып қалды. Жанындағы класстас бала жылады ғой. Еңкілдеп. Аяғай деп па. Жылап отыр. Ей, не болды, тыныштық байса. Еңкілдеп жылап жатыр. Ей, не болды, айтшы десе. Енді мені соттай ма дейді. Аяқ дегеннен шығады ше, короче. Аяқ дегеннен шығады бір көлікте, бір Аяқтайық премьер-лиганың чемпионы жуып жатыр ағаларымыз бар. Оны айтпай деген Аттарын атасаңыз таяқ жеп қалады екен оны айтсам ше. Айта Атын берсек айтпай. Иә, үлкен ағаларымыз бар. Үлкен ағаларымызбен Аға демалып ағай. жатыр жаңағыдей. Іс болды, сондай болды. Бұл кісілер мас Сен ішпейсің. Ол кісілер мас болып қалды жаңағышы. Қатты мас болып қалды сөйтіп. Бір жігіт аяғын кесіп алды ғой, короче ше. Мас болып па? Біреу тебем деді да, пивам бутылкасын сындырды да аяғын кесіп алды ғой, короче ше. Сөйтті да ана енді қан қатты кетіп отыр ғой. Ана жақта бір братан келді да. Аза, өлік қамаш, Аза! Барлап кел! Ана сияқты ғой, бокс! Ана кезде бәріміз эмоцияда болдық. Бля, не жазылып кетсе екен дедік. Ертесіне еске түскен кезде күлкіден өліп қалайыз. Қалай ол шишаға аяқты өліп қалуға болады ол. Пытыра тиіп аман қалып қалыватқандар бар ғой. Пытыра салынбаған балдар бар, мен достарым. Қатты қызық болып кетті, келесі мен кәу Кеп. Гон сияқты кетеді. Аяқте көз тимесін деп алғанбыз ғой ерлерді. Сен де сондайға кетіп қалдың негізі. Жарайды. Атамда дейді, енді өзінің атасын жек көргенім сонша дейді. Өзімнің? Иә. Атамды
атамды жек көргенім сонша фамилиямды оны ауыстырып жібердім десе. жақсы көретін қойын 3 рет пышақтадым. Қандай жауыздық атасын жек көргенге қорадағы қой кетіп қалды ма иә? Атасы жақсы көретін қойды тауып пышақтайды негізі. Жақсы ғой. Қойды жек көріп атасын пышақтап тастасаң. Атасын жек көру. Атасы да қандай қойды жақсы көрген екен. бұрын ана сиырды сүйреген кезде тұрып қалады бір орында бүйтіп. Сол кезде байлап қойып тебетіміз бар еді, бірақ пышаққа бармаппыз. Малды жақсы көрген үшін пышақтаған. Жоқ, бұл жерде бірінші очередте атасын жек көру дейтін ол қалай болады екен ол? Ауыр ғой. сонда анау атасының Осыдан кейін араласпайтын адамсың. атасының көңіл күйін түсіру үшін сондайға барып тұр ғой. Иә. Бізде қой болмаған. Қой бізде болған, бірақ атам болмаған мен. Атам мен туылған жылы жоқ болды. Плюс ол история қызық та болмаған ғой. Бізде қойда болды, атамда болды, пышақ болмаған. Көршіде болған ба? Көршіде жоқ болды ма? Оқиғаны тыңдайық иә. Ол андай болған. Не шықса да Шымкенттен шығатын дейді да мынау Ол Шымкентте болған еші. Иә, мынау Шымкенттің баласы. Не бар ғой? Осылар ғой негізі не шықса да Шымкенттен шығады. Түлкібаста болған ғой. Алғабас деген. Бірақ аяқ қай жақта шықты жаңа? В общем, ана шал деп қалады. Құдайдан бөлек сол енді атамыз кешірсін енді бірінші. Ойбай, о кісі деген қазір айта беретіндей болып қалды. Бұрын өліп қалды. Жоқ. Енді қазір о кісі сол жылдары ғой енді. Сол жылдар кішкентай кезімізде екінші әйел алған ғой. Екінші әйел алады. Сөйтіп оның қыздары да былай тұрсын. Немерелері жек көріп бастаймыз ғой, короче. Сөйтеміз де ауылына барамыз да. Неге болды? Неге деп жынданып жүрміз ғой, өзімізбен өзіміз ана типа үйде сәл ұрыс болып қалса біз жынданып жүрдік та, короче. Сөйтеміз да. Бардық та пышағын алдық, короче. Пышағын алып ұстап көрсек, сұмдық өткір болды да оны. Білмеймін, ана пышақпен бірдеңе істеу керек болып тұр ғой, короче. Қорайға бардыңдар сосын, ә? Ол Қораға кіре сап, атамның сүйікті қойы қайда? Қойлардың бәрі. Саян деді. Жоқ, бірінші азанның аяғын кесіп көреді ғой пышақ. ол пышақты алдық қой. Бірақ әлі біліп тұрған жоқпыз онымен не Қайда істейтінімізді. тұратындарыңды ма? Анау ашумен алынып тұр ғой, ашумен алдық, сөйттік та. Жүрік ары бері, сөйтіп ары бері жүргенмен қораға кіріп кеткенбіз ғой, короче. Кірсек, жерде үлкен қой жатыр жерде. Дем алып жатыр ғой. Жатқан қой тұрдыңдар ма? Сөйттік та ойда ештеңе жоқ. Жатқан қой. Сұмдық кірді мынандай кухняда. Абьюзер кезінде сен. Ол кезде 25-те. қай кезде? Былтыр сол. Қай жыл ол? Айтайын ба, бір 5-ші класс шығар. Қай жылдары? 5-ші класс. Қай жылдары? Жылын сұрасақ қызық болмайды ғой, негізі. Жыл сұрамай-ақ қойық. Жоқ, сөйтеді. Баяғыда брат, баяғыда. Барамызда анау кірген кезде андай звук қой. Қышық. Жоқ, анау кайф естіледі, брат, пышақтасайшы. Гүмп етіп кіреді, суырамда кетіп қаламын ғой, бірдеңе тындырған адам ұқсап ше. Еще өлмейді ғой ол ғой. Иә, сол ғой. Ауызданбасаң өлмейді. Айтайын да тыңдасай. Иә, айта бер. Бұрылып кетем да. Анау бүйтіп, абай жында. Жоқ, бұрылып кетем да. А вдруг ол өлмей қалады деймін ғой, короче. Айтып қояды. Обратно бұрыламын ғой, короче. Вдруг өлмей қалып айтып қояды. Обратно бұрыламын. Вдруг өлмей қалып айтып қояды. 2 рет пышақтаймын ғой, тағы да ше, ананы ше. Тура қасынан. Өлетін шығар мынадан кейін деймін ғой. Кетіп барадық. И сөйтіп та қасында дос балам бар, короче, ауылда. Тұрады да барып атам айтады ғой, короче. Сіздің немереңіз осындай не қылып тастады деп ше. Сүйікті қойыңыздан айырылып қалдық. Осы оқиғаға ат қойыш. Қой кетер болса да. Пышақтап келдің да, қой жатыр да, короче, брат ше. Қой дедің ана бұрылды да ішіне саян. Қой Айта берді. Саян деген сияқты. Қой кетер деген сияқты. бір көрген Қой кетер еще. Кетейін-ай. Өзім историяны айтамын. Дос балам барып атаға айтады ғой. Осындай немереңіз пышақтап тастады дейді. Атама анау ауыр тимеді ше, короче. И мен ойландым тағы. Ебо, қалай ол? Қиналу керек еді ол деймін ғой мен, короче. Екінші әйелін пышақтайды. Одан қателеспеймін яғни да. Сөйтем да, уже пышақты алып қойған, уже көріп қойды. Басын істеймін, не істеп жүрсің? Бол, бір ақ рет тұрсын, ештеңе. Мынау болмай қалды ғой деймін ғой өзі. Тағы бірдеңе істеу керек деймін. Сөйтем да, далаға ашам, даласына шықсам, өзі бір машинесі бар, сол ауылда, типа, нормально жүреді. Өзінше болып жүреді сонымен, иә. Атам мені қатты жақсы көреді. Әлі заман.
Әлі жамандап отыр ғой мынау. Барынша не істерімді білмей, қолымда ештеңе жоқ, машинасына барып түкіріп. Болды, енді не қылатын шығар деп сонымен қайтқан мұш. Сөйтіп, анадан кейін бүйтіп қарады. Атаңға шашып кетсе. Әлі күнге дейін сол бірдеңе істедім. Қойға үндемей, неғып түкіресің? Осындай болған. Жақсы. Кеттік енді. Дайын болыңыздар бұл историяға. Қызық емес историялар несі басталайын деп отыр. Ол өзім ғана айтайын да, сен деп айтпай ақ қойсыңдар. Қызық емес. Түнгі 12-де сен кімсің? Неғып өйтіп кеттің? Біз де қызық емес айта аламыз. Оңай ол. Түнгі 12-де Казгудан Горький паркке дейін жаяу қайтқанбыз дейді. Бұл жерде жалпы Асик қалай сол? бұл Казгуден деп жатса, бұл көп болады ғой негізі студенттерде. Казгуды бітірген біреуді табу керек, немесе Горький паркты бітірген біреуді табу керек. Асик біле отыр. Алдын жаяу қайтқанбыз деп айта салатын. Аяғын шығарып алып. Жаяу қайтқанбыз. Оқиғанды Қызық болған сол кезде деп жауап. сәл көңіл күйің сұқпалады. Оқиғанды менсінбей қойсын. Жаңа ауылға жаяу кетіп пышақтай салғанбыз деп қос жүретін история отыр. История еще сонымен бітсе. Просто барған ба. Соны айтып береді. Ерін артқын жіберейік та бақа. Менікі соңына да қап қалмасын. Бұл естелік ретіндегі история. Бұл өзім қатты жақсы көретін историям. Сол үшін айтып отырмын. Қанат деген дос балам бар менің. Әжаппар. Иә. Қанат Оспан. Қызық емес историямызды айтайын деп жатыр. Қаласып отыр деді. Қанат екеумізде соңғы бір ақша болған көрейінші. Оны Қанша теңге? 2000 теңге ма сондай. И PlayStation ойнаймыз Одан Казгу кейін ақша жақта. болмады ма? Сол күні ғой. Соңғы ақшамызға PlayStation ойнаймыз. И мен ойлаймын Қанатта ақша бар деп. И мен жаратамын 2000 теңгені. Сөйтіп PlayStation ойнаймыз да түнгі 12-де PlayStation-нен шығамыз Казгудан. И біз наркодиспансер жақта тұрамыз, Горький парктың арт жағында ше. Сонымен давай қайтайық деп такси ұстаймыз деп, Қанат ақшаң бар ғой, десем, менде жоқ дейді. Сенде бар ғой дейді, менде де жоқ деймін. Екеуміз не істейміз деп, вообще безвыходный положение, алыс қой жақ. Қыста еще, жеңіл. Осыған қоңырау шалу деген жоқ. Залдан Ешкім бермейді ғой, сыйымыз жоқ кез ба, сондай ғой. Еще қанат екеуі араласады. Қанат екеуміз-ақ жақсы араласатынбыз. Сөйтіп, жаяу қайтайық онда деп, жаяу кеттік қой. Қар жауып бастап атқан көреді шығып баратқан кезде. Жол алыс, 1,5 сағат па жаяу кеттік. И жолда әңгіме таусылып қалған екеуміз айтатын. Мен Қанаттың ауылындағы, ол менің ауылымдағы бүкіл адамдарды тани бастадық бұл уже. Біздің ауылда Бақа деген жігіт бар, сол мал бағады деп бәрін айтып беріп отыр. Қызық жері бұның. Қызық жерін таппай жатыр мен. Қызық жері. Малын сәл жүре тұрсың. Bir жарым сағат бар ғой. Bir жарым сағатта шығып қалады бір қызығы. Сонымен үй жаққа енді жеткен кезде Қанат қалтасын қарап отыр, қалтасына 1000 теңге тауып алады ғой. Сонымен екеуміз ұрысып, қырылып, Қайттан барып PlayStation тағы 1 сағат болады. Сөйтіп сол ақшаға сол кезде қызық оқиға шыққанса да. сендвичше ұйықтағанбыз. Браво деген сөз. Шашырап келдік, бірақ мындай қызық емес екен ажыратамадық ше ол күні. Біз сияқты ма? Сондай болған. Достықтың үлгісі деп тұрсыз ғой енді, Қиын қыстау зат. бір-біріңе Вообще сеніп, соңына дейін бару деп қойды ғой жаңа. қызық емес историяның үлгісі ғой. Келесі оқиға бұл өте қызық деп ойлаймын. Тақырыбы Тағы мен ба деп андай. Шығарма сияқты. шығарма эссенің тақырыбы. Тақырыбы қызық болса, соны айтып бітіре салайық. Орыстың даналығы деп тұр. Бәрекелді. Орыстың даналығы деп тұр тек оқиға. Мен Мұхтар Мағауиннің әңгімесі сияқты. Ана қазақ емес пе еді? Ернардың оқиғасы сияқты осы. Мен оқиғам бұл ше, бізде екінші сезонда ма ең азартникке жалпы ең көп просмотр алып келген серия бар. Вова мен серия. Поездағы история. Домбыра тартып отыр. Соны айтып берейін.
қызық оқиға негізі. Сөйтіп бірінші күні ғанилардікін түсіріп тастадық сахналарын. Біздің сол жақта Шымкенттегі сахналарды түсіріп тастадық та, сол күні Тальгоға келіп тоқтайтын болды Алматыдан Шымкентке. 2 сағат уақыт, 12 мен 2-ның аралығы біздің уақыт. Сөйтеміз сол уақытта түсіреміз дейміз ол короче. Үлгеріп қалу керек. 2 сағатта үлгеріп. Бұл негізі болады, тоқтап тұрса түсіріп тастауға болады. Сөйттік та, короче, бір орыс тауып қойғанбыз. Орыс қазақша білетін болған екен. Біз енді орысшамыз да жоқ қой, енді жеткіліксіз болған. Түсіндіруге сценарийші. Сөйттік та сонымен оған қазақша айтсақ түсінеді, және қазақша сөйлеп бере алады. Сөйтеді де сағат 11-де олға дайды, короче. Сөйтеміз де. Ол орыс кім болып істейді? Футболист болған кезінде. Даналығы бар орыс Жоқ. Орыс біреу-ақ болмай тұр ғой. Екі орыс болып тұр. Даналығы бар да жоқ. Біреу жауапкершілігі жоқ орыс болып тұр, біреу дана орыс болып тұр. Неге жауап береді мен? Короче, бізге съемкаға келіп беру керек болады. Беру керек қой. Сөйтеді Пойыздағы да, ол сахнаға. сағат 11-де хабар келеді, ол қадайды, короче. Сол кезде Бобаға бұйырып тұрған бар екен бұл. Сөйтеді да, менде бір жолдасым бар, Муайтайдан әлем чемпионы, Муайтай ма? Білмеймін әйтеуір. Белгісіз бір нәрседен әлем чемпионы. Жоқ, досым ғой, Нұрболат деген. Сол айтады. Менде, короче, бір досым бар, тренер, Боба деген. Таза қазақша білет, Ленгірдің қызынаған дейді, короче. Бір сағат қана уақыт қалған. Ленгірдің нөмірін алам. Мен Ленгірдің баласым ғой, Ленгірдің қызынаған. Сөйтемін, алло, Боба, брат, қалайсың? Аха, мен Нұрсұлтан деген жігіттен осы. Брат, сен бізге күйеу бала екенсің ғой деп бастаймын. Анан әңгімеге тартып алу керек болып тұр ғой. Сөйтемін да, брат, бізде осындай съемка болып тұр, короче. Қызық негізі. Ойнап берсең күшті болатын еді деймін ана. Давай, брат, мен өзімді сондай жақсы көрем дейді, короче. Творчествоны жақсы көрем деп тұр анау ше. Творчествоны білмейді да ғой енді. Бірақ жақсы көрем деп тұр. Әрекетте творкты білемін. Иә. Сөйтеді да, оны көндіреміз да, 12-де хабар келеді, Тальгодан отказ болады, короче. Тальгоға да кетті. Сөйтіп басқа пойызда, короче, съемка түсірмейді дейді. Өйткені біраз вайнерлер пойызда ақшалады, анау мынау деп түсіріп тастаған. Пойыздың басшылығы съемкаға рұқсат бермей қояды. Қазір айтамын, қазір. Басқа пойыз іздедің ба? Ленгірдің пойызын. Сөйтеді, не істейміз да? Ана братан да ыңғайсызданып кетті, тауып беремін. Проводник братан ғой. Сөйтті да, Нұрс осындай Шымкенттен Түлкібасқа сағат 8-де бір купе бос кетіп баратыр екен дейді. Сөйтіп билетті қараймын, 33 мың теңге болады. Төртеумізге алам, Бобаға алам, Бобаға паспортын жібертем, өзім паспортым, оператор, звук. Төртеумізге сол жерден алам да, ақысты не жоқ қой енді, орын жоқ, неге жібер жерем? Плацкартқа жібер жерем, бізді тауып аласың, короче. Сөйтеміз де, сағат 8-де ЖД вокзалда тұрып қой, костюм шалбар киіп ағамыз, звук зарядкіде, короче. бір сағат 50 минут жүреді Түлкібасқа шейін. Түсіріп алуымыз керек. Әлі түсірткізе ма белгісіз. Рискпен мініп кетіп барадық. Мінеміз, кіреміз, әлгі деп түсіру керек қой енді. Бос тұр шынымен. Түсірмесе болмайды. Иә. Сөйтіп проводник келеді. Не істеп жатсыңдар дейсіз, жауап түсіріп жатсақшы. Как будто бір басқа видео түсіріп жатқандай болып қалды ғой. Костюм шалбармен тұрмын ғой. Кілең ұлдармай ше? Ойлайтындай емес еді ғой негізі. Мен тамадам, тамадамын, короче ше. Тамадам мен. Мынау домбырамен тұр ғой. Мынау, короче, әнші ертең тойыңызда қызметтеміз. Мен тамада боламын. Мынау ән айтып береді, короче. Мынау музыкаңызды қойып береді. В общем, мына жерде бір нәрсе түсіріп алайықшы тойдың алдындағы нәрсені ғой. Сөйтеді, болмайды ол бір нәрсе дейді. Жансыз баға деймін. Иә дейді. Мен де жанспын деймін ғой. Мен албамын негізі. Нені айтса да сол болайын деп сол болайын деп. Өйткені Түлкібастың адамы жаныс қой, примерно. Түлкібаста жансыздар көп. Орыста жаныс болып кетті. Ана жерде жаныс болып кетті. Өзім мен жаныстардың арасында өскенше Ленгірде де біздің ауылда өңшең барлығы жаныс, мен соның ішінде албанбыз біз. Жаныстармен жарысып албан болғансың ғой. Сөйтіп өскенбіз. Сөйтемін да рұқсат береді. 1,5 сағат уақыт қалды, короче. Үлгеру керек. Боба ше бір дубльмен ұрып жатыр ғой, прикинь. Акс шайып жатыр ғой. Өзіміздің қазақ. Акс текстін ұмытып жатыр да. Боба енді келген Боба, короче. Бізді түсініп тұр ғой ситуацияны ше. Бір немен ұрып беріп жатыр ғой. Бір дубльмен ше, короче. Мен таң қалып тұрмын, қалай ол акс боқтап жатыр. Бір кезде ана есік жауып түсіріңдер деді ғой. Камера қызды ғой. Ол кезде Әділ деген, Адик деген жігіт еді, жас бала 2001 жылғы. Енді анау қызып кетіп жатқан екен. Суытып қойып жатыр есікті ашып ше, камераншы. Кәдімгі күтеміз 2 минут ана, 2 минут соған кетіп жатыр. Адик ана өзінің несін білдіртпегісі келді, короче. Әшейінде қызбайтын, осы жерге келіп қызға. Камераға боқтап жатыр ма? Жансыз затқа? Короче, жансыз затқа боқтап жатыр. Мен де анда үндемей тұрмын ғой, бля, сенің ошибкің ғой деген сияқты. Еш нәрсе дейміз, сол кезде Боба тұрады да, сабыр бауырым дейді. Ішіне түсіреміз, короче, кешігіп түсіріп кетеміз де, кейін ойланамын ғой, сол оқиғанша. 4 мұсылман отырмыз ана жерде. Боба сабыр бауырым дейді ғой.
сол кезде ана эмоцияға беріліп кетеміз. Бірақ қызығы сол, короче, бізде ой болып үлгере алмай жатырмық қой. Ақш шайып жатыр. Таразға кеттік дедім ғой мен дальше. Таразға шейін бардық. Гастроль еттіңдер ма? Сондай ойладық. Сөйтіп ақстікі бітті. Ес деді кадры. Түстік шешіп пойыз жүріп кетті. Сондай бір қызықты оқиға болған. Бірақ Аллаға шүкір сол қиыншылық бізге әшті айтайын 1 миллион просмотр көп әпке. Оған дейін 600-700 мың сол, ең алғаш миллионға жеткізген сол. Миллионға жеткізген. Сабырлықтың арқасы ғой. Иә. Сол Вовамен қазір араласасыздар ма? Араласам. Вованы көбісі айтады, қатты не ғой енді, сол именно сол серия қатты кеткен. Көп тарап кетті. Инстаграм, тиктокта. Содан кейін Вованы да көп айтады, бірге жұмыс істейтін балдары. Ол альпинист, төбеде жұмыс жасайды, короче, терезе қояды. Өте жақсы жігіт Вова деген жігіт. Вова, саған жалын сәлем. Зря, Вова, зря десін. Воваға сабыр ет, мен история айтамын қазір. Бопты ғой, Вова. Дегеннен кейін бітіп қалса. Деді, жаңағы Ленгірдің қызын беріп отқан отбасы да күшті екен, ол жақтарда негізі даже былай бір сырт орысты сыйлаған адамдарына да бермейді ғой. Бізде көп ұлт ғой Ленгір. Бізде көп ұлт тұрады Ленгірде. Чемпион жақта орыстардың бәрі қазақша біледі, сондай ғой, спокойно ғой. Бізде бір өзбек бауырымыз бар командада. Түркістанда емес пе? Әртүрлі ұлттар жиналған. Сендерде ма? Кеттік. Соңғы оқиға. Бұл жігіт былай дейді. Ең қызық история, әдеттегідей. кешке дейін ұйықтадым. Бұл жігіт телефон жоғалтады өзі. Телефон жоғалтқан. Сөйтіп оны ұялғанда енді жоғалтып алдым деген. Новый телефонды. Құда балам жоғалтты деп жапқан. Құда балам ұрлап кетті деп жапқан. Біреуді ұрлықшы қылған. Өз айтсын да ол. Сол осындай қылып айтамын мен де қазір. Ашығырақ айтсаңыз, қалай болды? 62-33 деген телефон ең шығыватқан кезде. Қандай? 62-33. Жалпы қандай дауыс қатты шығады телефон. Жағдай жақсы болыпты да. Біз Моторолладан қайттық қой. Енді алып жатырық қой біз ондай. Жоқ, мен ол кезде жұмыс істеп жүрмін ғой. 12 жасымда примерно жұмыс істеп, әпкем екеуміз жұмыс істеп, ақша жинап аламыз. Не жұмыс істейсің? Мен 12 жаста саттым ғой. 12 сатқа. Саудагер, мен негізі байдың баласы емеспін, өзім істеген ғой. Кім сен байдың баласы деді? Өзім сөйтіп ойлаған ғой. Сен байдың баласы емессің сен. Байдың балалары ұлан. Сөйтіп ана телефон. Нұрым. Менің историям добивать етуге әдемі келеді екен негізі. Блок қойғанға сен. Андай бол, сөйтіп Қылуға тырысатын история да бұл. сөйтіп ана телефонды алам да, тәтем екеуміз қосылып аламыз. Мен ұстайын бүгін деймін ғой, бүгін мен ұстайын. Кезектесіп ұстайсыңдар, Кезектесіп. Қой кезек сияқты. Бүгін біздің кезек деп. Ұстаған енді ол кезде 4-5 класста ол өзің ағасың үшін авторитет қой. Ол кездер ше, даже андай бізде класста бар тұғын. Бір-бірімізбен телефон алмасатын кездер бар. Бір апта сен телефон ұстай тұрайын, сен менікін ұстай тұр дейтін. Сөйтіп кешке Бұндай кәдімгі ағадау болғанымыз. Кешке құдалық болды да, мен папам жақсы құда күтетін болды ғой. Сөйтіп мен алып кетті құдалыққа, семьямен сөйтіп. Саған да үйрете берейін деп. Осылай Мен күтіп енді балам. ана құда балаға пантоваться ету үшін бүйтіп ұстаймын, ана музыкасын тыңдаймын. Сөйтіп анау сәл көре алмай қалды ма деп Музыка тыңда. Ұстап жүрсің ғой. Иә, сөйтіп жүрген. Құдалықта и так музыка болмады. Естілмейді. Сонымен бірдей қоюға тырысып. Сөйтіп далаға шығып есім алып жындап қалма телефонға. Үйге келсем телефон жоқ жаңағы құдалық болып жатқан жерге. Оны білді бүкілі. Бәлеқорлық басталды ма осы кезде? Бәлеқорлық басты, өзімнен көрмеу керек. Ана құда бала маған сәл қарағанда не қып қарады дедім, қызықып қарады, сол ұрлап кетті дедім. Құдалықтың үстінде айттым. Бірақ өзі жоғалтып алды. Микрофонға ма? Өзі жоғалтып. Кіп кішкентай бұл құдалықтың шырқын бұзып жүрген. Телефонымды ұрлап кетті. Оны өзім жоғалтқанмын, қайда жоғалтқанын білмеймін. Сосын мама шықты, ай, иттің ғана баласы, ешектің миын қуырып жүрген айуан деп шықты. Қуырып деген сөз бастады. Жақсы сипаттап беріп. Мамасы біледі ғой қандай Мамасы екен. адам танытты. Мамасы да адам көрдіңдер ма? Чикідей жегізбеді. Сөйтті да папа енді Тамақ қатысын біледі ғой. папа жаңа құда күтіп жүрген кетіп келді. Өй жаным өз ағаны ертең бастарыңа телефон әперем әпкең екеуіңнің деді. Сөйтті да ұйықтап қалды көресің құдалықта. Екі басым болғанда ғой. Сөйтіп папа жаңағыдай сәл не қылған, демалып алған.
ертесі жайлап ояндым ғой мен. Тәтем Ешек жындалды. миын қуырып жеп алды. Анау папаң көңілді Ол каждый добивать ете берді қыз емес ол. жаңа көңілді кезінде айтты Иә, ғой папаң көңілді оны, кезінде иә? айтқан, құдалықты айтқан, ертең бастарыңа алып беремін телефонды, үйге барып жатым. Ертең экспресс мюзик алам деп жатырмын да, сонымен тәтем айтты, ештеңе етпейді, папа алып беремін деді. Осылай. Азанда жайлап, папа, кеттік десем, қайқа дейді. Папа, телефон алып беріс па дедім. Кеше жоғалтқаның жетпей ма деді да, сонымен. Одан кейін осы күнге дейін Жоқ, сөйтіп бүйтсеші. Оймайды. Сені кеше жоғалттың ғой өзің десе, магазинге барып, жай бір бутылка алып келіп, Пахан осыдан кейін сөйлесейік десе. Жая жүріп қайтасың ба? Басымнан сипалып. Магазинге апарды келші. содан кейін, 5-ші класстан бастап осы күнге дейін үйдегілердің бүкілінің телефонын өзім әперетін болдым ғой. Сол состояниеде алып беріп деген ғой. Ернарға Оқиға әсер етті ғой кәдімгідей, иә? Осындай, примерно осындай оқиға менде де болған. Мен құда жақсы күтетім. Мен күтетім. Құда күткені болса да ше. В общем, мен папамның Барып өзім жоғалтып алдым. құрдасы үйге қонаққа келеді. Ана кісі, короче, ішсе қуып кетеді екен, короче. Ақшасы бар кісі ғой. Бір ішсе бір апта ішеді ғой. Біздің үйде жатыр, короче. 3-4 күн болды, демалып жатыр. Ішеді, тамақ ішеді, жатады, короче. Сөйме қоймайды, короче. Балам, мен номерін жазып ал. Ақша керек болса, бірдеңе көмек керек болса, маған хабарласасың. Номерін жазып ал дей береді ғой. Менде телефон жоқ қой дедім. Менде телефон қалай звондаймын деймін. Әперем телефонды деді. Қалтасынан ақша шығарып, беріп, сөйтіп мамашкалар бар, телефон алып берген, сөйтіп бір сөзбен телефонды оқып. Или демесең де болады. Осыны айтуым керек пе бағана? В общем, осындай оқиға болған, сөйтіп телефонды оқып қойған, талыншысында. Бәрекелді. Рахмет, Нұрс, бүгін бізге қонаққа келгеніңе өте жақсы шығарғың болған сияқты. Өзім сияқты кез. Қарапайым. Өзім сияқты. Осы жерде отырған жандар шынымен де кезінде бәріміз бірге бір уақытта ойнадық, бір үзеңгілес болған жандармыз. Бүгін енді Нұрсты қонақ қып шақырып отырмыз, қуаныштымыз. Құрметті көрермендер, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Барлығы сіздер үшін. Рахмет, Нұрс, бүгін қонақ болып келгеніңе рахмет.